Так, мына киімнің размерін көру үшін мысалға обычно сіз қалай көресіз? Былай көтересіз ғой, иә? Мына былай тірелген сияқты да. Сол тірелген кезде до конца тағы да свайп жоғарыға көтере берсеңіз, ар жақтан тағы ашылады. Мына тағы да басқа детальный көрсетеді суреттерін. Сол жерде тағы да суреттер бар, мынандай описаниелер бар. Сосын жерде мына тұр мынау. Размерінің суреті тұр. Осыны жүктеп аласыз. Осылай бірінші бетке сыймаған суреттер осы жақта тұрады. Мына бірінші бет. Бұл жақтан қарағанда барлық сурет сыймайды мына жерде. Так, 6 сурет. Болды, бітті. Басқа 6 суреттен басқа жоқ бұл жақта. Оның бәрін көру үшін жаңағындай қыласыз. До конца тірелгенде свайп жоғары қарай жасайсыз, иә? Я болмаса, екінші бір түрі солға қарай былайдан свайп жасасаңыз да сол ашылады. Мына. Тағы да мына. Я болмаса, мынау. Қазір көрсетемін. Былай көтерілген тірелген кезде, мына жоғарыда 3 жазу тұр. Мынау көрдіңіз бе? Мынаған екіншісін бассаңыз, ортадағыны бассаңыз, мысалы мынаны, соған өтеді, детальный өтеді. Одан кейін мынау осыған ұқсаған товарлар дейді, я болмаса магазин тағы басқа осыған ұқсаған товарлары. Осы магазиннің. Мына. Примерно осылай көресіз. Көрейік қазір мына киімдікін көрейік размерін. Бірден нету үшін, мысалы размерге бару үшін свайп солға қарай жасайсыз. Сонда детально ашылады. Просто қазір интернет нашар болып жатыр, менде сосын жай ашылып жатыр. Кішкене күтейік. Жоқ, ашылмайды. Онда мүмкін бұл жерде бар шығар. Кейде осы жерде де болады. Бұл жерде жоқ болса, значит, менде интернет нашар болғасын ашылмай жатыр. Или детальный описаниясы болмауы да мүмкін. Кейбір магазиндерде сондай болады, иә. Басқа онда басқа киімдікін көрейік. Так, бірден свайп жасаймыз. Бірден размеріне өту үшін. Так, бұл жерде бір жазулар шығып жатыр, значит, қазір интернет жақсы болса жүктейді. Так, мына. Так, мына размері бар. Мінекей, осылай жүктеп аласыз, қарайсыз.